Шу ауданында жыл басынан бері әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер оң өсім көрсетті. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 31,8 миллиард теңгеге жетсе, инвестиция 108 миллиард теңгеден асып, былтырғымен салыстырғанда 3,6 есеге артқан. Бұл туралы аудан әкімі Бақытжан Жәнібеков өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз алаңында мәлімдеді. Қазір ауданда жалпы құны 1 триллион теңге болатын 33 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Оның 28-і Жібек жолы арнайы экономикалық аймағында орналасқан. Бүгінде 10 жоба іске қосылып, 11 жобаның құрылысы жүріп жатыр. Нәтижесінде 5 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Жалпы енді біздің аудандағы қойылып жатқан бірінші кезекте облысымыздың, республикамыздағы басшылықтың қойып жатқан міндеттемелердің бірі бұл өзіміздің жергілікті жерлерге инвестициялар тарту болып отыр. Оның ішінде біздің аудан көшбасшылардың бірі болып отыр. Өздеріңізге белгілі, бүгін күнге ауданда жалпы 1 триллионға жуық құрайтын 33 инвестициялық жобалар құрылысы басталып, олармен қарқынды жұмыстары жүргізіліп жатыр. Аудандағы ірі жобалардың бірі жүгеріні терең өңдейтін Фуфeng зауыты. Жобаға бүгінге дейін 80 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Алғашқы өндірістік желілерді іске қосу осы жылдың шілде айында жоспарланған. Кәсіпорын толық қуатына 2031 жылы шығып, 1500 адамды тұрақты жұмыспен қамтымақ. Негізгі бүгін күнге 1700-ге жуық адам құрылыс жұмыстарымен айналысып жатыр. Оның басым бөлігі біздің Жамбыл облысының азаматтары, оның ішінде 600-ге жуық азамат біздің Шу ауданының азаматтары. Негізгі енді үлкен бізге республикамызға, оның ішінде облысымыз үлкен серпін береді. Бұл ауыл шаруашылығына байланысты, әлеуметтік жағынан, экономикалық жағынан ауыл шаруашылық азаматтарына үлкен мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар ауданда жол жөндеу, ауыз су, газдандыру, білім және спорт инфрақұрылымын дамыту бағытында да бірқатар жоба жүзеге асырылып жатыр. Жоспарланған жұмыстардың нәтижесінде тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту көзделіп отыр. Бекзат Әшірбай, Махаббат Құссайын, Елдар Түстікбай, Қордай 24 News.